Соңғы уақытта біздің үйдегі қыздар бананнан шықты-ау деймін, жолдасым тағы да көп банан әкеп қойыпты. Қарайып бара жатқан соң таңғы асқа кішкентай панкейктер дайындаймыз. Бір жұмыртқаның үстіне қант қосамыз, жақсылап араластырып, оның үстіне сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аласыздар да електен өткізілген ұндарыңызды қосасыздар. Және қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлителдарыңызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. 2 банан қажет болады. 2 бананды сыртынан ашып, қарайған жерлерін кішкене алып, турайтын боламыз. Бананды майда қылып емес, домалақтап, орташа көлемде турап аласыздар. Қамырға қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аласыздар да құрғақ табамызға пісіріп алатын боламыз. Табамызды кішкене қыздырып, 2 беті қызарғанша видеодағылай пісіріп аласыздар. Ортасы барлығы толық піседі. Шоколадпен, балмен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міне қараңыздар, тестасы полный піседі. Міндетті түрде